Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Раку Геймер. Бүгін біз Let's Play түсіретін боламыз. Мен серверді ашып қойдым, енді біз бастаймыз. Жалғастырамыз. Анан зет шетілердің ауылы. Так. Берсек нақтым жүрді. Мына інім ойнаған ғой. Достар, кешіріңіздер, інім ойнаған сияқты. Сол ойнаған сияқты, жақсы. Қазір шеріп келін. Біз саға салыншы. Інім жинаған. Кеттім. Ағаштардың барлығын бір сақ қылып жинап алғаннан кейін видеоны жалғастыратын боламыз. Жалғастырамыз достар. Мен мына нені бір сақ ағаш жинап алдым. Жаңа балтам сынып қалды. Інім ойнапты ғой ма. Негіз ойнамаған шығар, ойнама деп айтып едім. Бірақ ойнап қойыпты, жарайды. Бәрін допқа айналдырамыз. Так, видео 1 минут болыпты, нормально. Жаңа үй салат шығармыз өзімізге. Қазір үй салат кішігірім, ана жақта бірнәрсе тұр. Шетелдердің ауылды. Так, достар, мен осы жерлерге үй салам бір. Осы жерлерге үй салып қоям. Қазір үйді салып алайын. 1, 2, 3. Бұл кішігірім үйіміз. Біз бұны ертең үлкейтеміз. Так. Артта дауыстар шығып жатса ренжімеңіздер. Ана жақта телевизор жүріп жатыр. Жерін барлығын істеп шығайық. Видеоны қысқартсам бекен, қысқартпасам бекен. Қысқартпай ақ қойыншы. Видео кішкене ұзақ болу үшін. Бір стек ағаш бітіп қалды ғой. Бұны ертең үлкейтеміз достар. Келесі бөлімде осы үйді үлкейтетін шығармыз. Мен оған ағаштар дайындап қоям. Деп ойлаймын енді. Уақыт болып жатса менде. Ағаштар дайындап қоям оған. Бізге қой керек және де. Үй дайын. Жаңа факел қайдам жүрді. Осы факелді қойықшы. Так. Мұна жер қоямыз. Жер қойық. Жарық болып тұрсын. Және де бізге осынен сындырып тек сандықты. Өзім өлең төсегім. Верстак. Тек сандық. Сандыққа салайық мына заттарды. Әзірше керек емес бұл заттар. Мұны семена арбуза дейді. Ертең арбуз егетін боламыз достар. Сіздерден мен көп лайк сұрамаймын. Лайк керек емес маған. Тек просмотр кішкене болса болды. Мұна верстакты қазір қолданамыз. Кешіріңіздер. Тамам. Так, верстакқа кіреміз. Сандық. Бір сандық жасаймыз. Және мынаны қоямыз бүйтіп. Мына жерге кровать қоят шығармыз. Так, енді тағы бір верстак жасап қойық. Верстак. Болды. Болған жоқ. Тағы 2 верстак жасайық. 1, 2. Болды.
мына екеуін қоямыз, сосын үстіне пештер қоямыз. Ол үшін бізге булыжник керек. Ол үшін бізге мына жақтағы кирка керек. Так, осы жүйелерді қазайық. Астымызда железо тұрса. Ой, железо жоқ. Или уголь табылса. Ойбай, диорит тұр бұл жерде. Диорит бензет. Так, бізге 20 шақты булыжник керек. Киркам сынғанша жинап алайыншы. Себебі булыжник деген керек зат қой. Жалпы айтқанда. Мен пештер жасап қойғаннан кейін видеоны аяқтайтын. Я енді дей берем. Кешіріңіздер. Мына топырақты жүрміз қойып дейміз. Ойбай, мен шалмай қалдым. Енді әне білейін. Дей берем. Екі пеш. О, жетпей қалды ма не? Тағы екі пеш керек қой. Екі пеш керек. Қазамыз жерді қайтып. Қаз. Так, екі пешке бізде бір пеш 8 булыжникте, 8-8 16 булыжник керек. Екі пешке 16 булыжник деген өшше. 16 булыжник керек меншін. Қойымыз. Мына екеуін аламыз, болды. Шығамыз енді жүрді. Достар, енді видеоны аяқтайтын шығамыз. Видео 7 минут болып кетті. Бұны ютубқа салу совсем қиын болады. Сондықтан мен видеоны көп ұзақ қылып жасағым келмейді. 2 пеш жасаймын. Болды достар. Қазір есік жасап алайық. Үйімізге есік керек қой, не дегенмен. Есік керек. Екінші бөлімде біз үйімізді үлкейте шығармыз достар. Болды. Есік жауып қойық. Сандыққа заттарды салып қойында сіздермен қоштасайын. Так, сыртқа шығайыншы. Міне, осындай біздің үй. Қазір. Достар, енді видеоны аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған мен Раку Геймер. Ендеше сіздер осы затқа лайк, білмеймін, ал менде 3-ақ подписчик қой, лайк оған баса ала ма, білмеймін. Мен осымен видеомды аяқтаймын. Ал қош деппін ғой. Қош.